Осыдан бірнеше жыл алдын бұрын ғана пайда болған қысқа музыкалық видео жариялауға болатын қолтаңба өте жоғарғы деңгейдегі танымалдылыққа ие болды. 2020 жылдың ортасына таман әр күн сайын TikTok қосымшасын күн сайын 850 миллион адам қолданған. Олар орта есеппен 1 сағаттай қосымшаны пайдаланған. Және оның бүгінгі күні YouTube, Instagram және Facebook секілді алпауыттарды жолда қалдырып, көшбасшы болып отырғаны ешкімге жасырын емес. Бәрі өте қарапайым. Ұялы телефоныңызға қосымшаны жүктегеннен кейін, телефоныңызда еш қиындықсыз өз видеоңызды түсіре алатын нағыз видеостудия пайда болады. Сондай-ақ, оған арнайы фильтр мен спецэффекттер қоса аласыз. Лүпіл жинап, басқа да тиктокерлердің шығармашылығын бақылай аласыз. Ал бұл платформа жетістігінің құпиясы қандай? TikTok жаңа трендтің түрі бола бермек па? Осы жайлы бүгін біз әңгімелейміз. TikTok қосымшасының иесі қытайлық ByteDance компаниясы. Компанияны 2012 жылы көптеген танымал интернет сервистері бар Чан Имин құрады. 2018 жылы Bloomberg баспасы бұл стартапты әлем бойынша ең қымбат деп санады. Ал Чан Имин әлем бойынша 40 жастан кіші бизнесмендер арасында ең байы деп есептелді. Көбісі біле білмейді. TikTok алғашқыда Қытайда шығып, Douyin деген атпен танылған. Қытай тұрғындары үшін бұл қосымша 2016 жылдың қыркүйек айында қол жетімді бола бастады. Бірақ әлемдік қолданысқа енгені 2017-2018 жылдар болып табылады. Мұның алғашқы шарты Шанхай компаниясының бас кеңесі Калифорнияда болған $1 миллиард мюзиклді сатып алу болды. Платформамен бірге отырып, 2018 жылдың тамыз айында TikTok өз аудиториясын кеңейте алды. Бұл уақытта мюзикл сервисінде 90 миллион қолданушы болған. Және орта есеппен әр күн сайын салынған бейнероликтерге 12 миллион қаралым болды. Чан Имин басқа да миллиардерлер секілді өзінің жеке өмірін көп айта бермейді. Бірақ белгілісі ол 1983 жылы Фуцзян провинциясында қарапайым мемлекеттік қызметкерлер отбасында өмірге келген. Оның есімі бәрін бір сәтте қалай таң қалдыру керек деген қытайлық мақаламен тікелей байланысты. 2005 жылы болашақ бизнесмен шағын электроника және бағдарламалау мамандығы бойынша Нянькайский университетті бітіреді. Ол жерде Чан өзінің сүйіктісімен танысады. Ал кейін ол қыз өмірлік жары болады. Оқуды аяқтағаннан кейін біздің кейіпкеріміз саяхатты брондау стартаптары арасында үздік болған компанияға жұмысқа орналасады. Мен ол жерге жұмысқа бутерброд апарып жейтін қарапайым программист болып тұрдым. Өйткені мейрамханадан тамақтануға артық қаражатым болмайтын дейді өз сөзінде Чан. Бірақ ең бастысы жұмыста өсу емес, ByteDance'те сатылымды дамыту үшін тәжірибе жинау болды. Әлі есімде, 2007 жылы біздің сатылым директорымен бірге тұтынушымен кездесуге бардым, деп есіне алды Чан. Онда мен келіссөзді аузым ашылып тыңдадым. Себебі ең алғаш рет өз өмірімде сату деген не және тиімді түрде қалай сату керек екенін көрдім. Міне, осы кездесу жігітке өз жеке компаниясын ашу кезінде жақсы көмектесті. Бірақ оған жету үшін әлі алыс еді. Көптеген жылдарға созылған еңбегінің арқасында Чан өзінің табысты стартапер және болашағы бар программист ретінде ұсына бастады. Сондықтан да оның Microsoft компаниясында пайда болғанына ешкім таң қалмады. Microsoft компаниясында Чан Имин жасанды интеллекті жасаудың мобильді қосымшасын ойлап табумен еңбектенді. 2012 жылы 29 жастағы біздің кейіпкерімізге өзінің жеке өнімін жасап шығаруға ой келеді. Айта кету керек, ол уақытта Чан өзінің алғашқы миллиондарын тауып үлгерген еді. Көбісі осымен тоқтап қалады ғой. Өйткені ақша жеткілікті, жұмысы жақсы дегендей. Бірақ Чан өз өмірі әлі алда екенін анық түсінеді. Бөтен біреудің ісін жүзеге асырып, өзгенің мақсатын орындауды ол енді қаламады. Осылайша 2012 жылы ByteDance компаниясы пайда болады.
Бүгінде аталған компания 75 миллиард долларға бағаланып, әлемдегі ең бай жекеменшік компания саналады. ByteDance'тың құрамына көптеген қытайлық әлеуметтік қосымшалар кіреді. Бірақ ең қызықтысы, Чан осыған қалай келді деген сұрақ. ByteDance жіберген алғашқы өнім Тоутяо қосымшасы. Аталған қосымша жаңалықтар агрегаторы болды. Чан жасанды интеллекттің көмегімен жұмыс жасайтын жаңалықтар платформасын жасап шығарғысы келді. Ең бастысы, Қытайда ең үздік деп танылған Байду іздеу жүйесіне тәуелді болмау керек деп мақсат қойды. Негізгі ой, ByteDance құрамында бірде-бір журналист болмады. Біз іздеу, немесе әлеуметтік платформамыз. Біз инновациялық жұмыспен қатты айналысамыз. Бұған қоса, америкалық қандай да бір өнімді немесе технологияны қайталауға тырыспаймыз, дейді Чан өз сөзінде. Бұл оның өзінің алғашқы жекеменшік жұмысы болатын. Бірақ сәл кейін шегініп, бірнеше жыл бұрын Чан Имен сатып алған мюзикл қосымшасын еске түсірейік. Бұл қосымшаның алғашқы жұмыс атауы Цикада болатын. Ал платформаның басты мақсаты 5 минуттық ұзақ бейнероликтерді шығару болды. Әу баста мамандар мен Чанның өзі бұл ойды бірнеше себеп салдарынан құптамады. Бірінші, аудиторияның қызығушылығы болмауынан. Екінші, контент түсіру барысындағы қиындықтар. Эксперт табудың өзі қиын болды. Және ол ойды 5 минутқа сыйдыру одан да қиынырақ болды. Осыған байланысты үлкен тәуекелдер болды. Қысқасы, TikTok тарихы басқаша болар ма еді, егер бір оқиға болмаса. Бір күні Чан дүкеннен қайтып келе жатып, мектеп оқушыларының көшеде әуенге ілесіп ырғалып тұрғанын байқады. Олар суретке түсіп, оның бәрін желіге жүктей бастайды. Кішкене ойланып тұрып, ол әлеуметтік желіден басқа үйреншікті ештеңе жоғын түсінеді. Осылайша, қолданушы фонограмманың көмегімен 15 минуттық ролик түсіріп, әлеуметтік желіге жүктей алатын караоке қосымшасы пайда болады. Аталған қосымшаның ресми іске қосылған күні, онымен бар болғаны 500 адам қолданған. Басым көпшілігі достар, қызметтестер және оның ісіне қызығатын адамдар. Әрине, ең басты талап аудиторияны кеңейту болып табылды. Осы тұста Чанның тобы өте сауатты жұмыс жасады. Платформаға және басқа да әлеуметтік желіге салынған әрбір видеоға сайт мекен-жайы көрсетілген, қосымшаның логотипі автоматты түрде пайда болып отырды. Осылайша, YouTube'та және қосымшадан тыс жарияланған видеолар дереккөздерімен белгіленеді. Міне, осы жолмен қосымшаға Селена Гомес, Морган Тейлор, Джейсон Деруло секілді алғашқы өнер жұлдыздары тіркеле бастайды. Бірақ мұнымен қосымшаны жасап шығарушы тоқтамайды. Қосымшаға сүйікті әншілермен қосылып, ән айтуға болатын функцияны қосады. Қысқасы, бұл жаңа қосымша Facebook, Twitter секілді қосымшалардан өзінің қол жетімділігімен басқалардан ерекшеленеді. Адам күндіз өзінің салмақты ойларын желіге салып, ал кешкісін өз өмірінен қысқа күлкілі қойылымдарды платформаға жүктей алды. Барлық видеолар кездейсоқ сипатта болды. Көбіне көңіл көтеретін және ойын сауық түрде. Тіпті танымал жұлдыздар басқа желіде бола бермейтіндей, онда күлкілі болатын болды. Осының бәрі қосымшаға бір жылдың ішінде 100 миллион өтініш берген межеге жетті. Өйткені компания жасанды интеллект алгоритмі жұмыс жасамады. Барлық ұсынымдар автоматты түрде және артықшылықтарға тәуелді болды. Осыған көптеген факторлар әсер етті. Мінез-құлық, адамның қызығушылығы және оның белсенділігі. Платформа жайлап дами бастады. 2017 жылы қосымша ақш, Европа және Азия секілді елдерге жетіп, Қытайдан тыс кеңейді. ақш-та TikTok қосымшасын 30 миллионнан аса адам қолданады. Сондай-ақ, аталған бейнехостинг Турция, Ресей, Мексика, Бразилия, Пәкістан, Сауд Арабиясы, Франция, Германия, Египет, Италия, Англия, Испания және Польша секілді елдерде аса танымал. Бүгінгі күні
Аталған әр елден жоқ дегенде 5 миллион адам TikTok қосымшасын белсенді қолданады. Орыс тілді елдер кеңістігінде бұл сервис бейнені басқа қызметтерге қайта жүктеп салу арқылы келді. YouTube'тағы миллион қаралымы бар мыңдаған жинақтар TikTokқа қайта жүктелді. Бірақ TikTok басқа да бірнеше себептер бойынша ең сұранысқа ие платформа. Біріншіден, бұл қосымша әндері тең таралған көптеген әншілерге жетістік әкелді. Алайда, ешбір өнер адамы өзінің әні орындалғанына ешқандай гонорар алмайды. Бұл түрлі әзіл ысқақ түсіргендерге де солай. 2020 жылдың 6 тамызында Forbes журналы ең жоғарғы төлем алатын TikTok жұлдыздарының алғашқы рейтингісін жариялады. Осыған сәйкес 12 ай ішінде, яғни 2019 жылдың маусымынан 2020 жылдың маусымына дейін 5 миллион ақш доллары төленген. Логотипке келер болсақ, бір қарағанда ол өте қарапайым. Ол графикалық және мәтін түрімен үйлескен эмблема бейнесінде. Сондай-ақ ол өзіне хабар береді. Схемалық түрде әуен мен қол қойылған бейнені анық байқауға болады. Өзінің сыртқы тұрпатымен мұнда көңілді және ол көңіл-күй әуенімен тікелей байланысты болатынын айғалап тұр. Әрине, TikTok'та өз тарихында даулы мәселелерге көп ұрынды. 2019 жылдың желтоқсан айында ақш-тың мемлекеттік департаменті ішкі қауіпсіздік министрлігімен серіктес бола отырып, әскерде борышын өтеп жүргендерге өз жеке ұялы телефондарында TikTok'ты қолдануға тыйым салды. Себебі, қосымшаны құрушылардың жеке ақпаратты жинақтауында болды. Бірақ ешқандай ұрлық немесе заңға қайшы дәлел ақш билігіне берілмеді. Алайда, TikTok 14 жасқа толмаған тұлғалардың жеке деректерін өңдегені үшін 6 миллион доллар көлемінде айыппұл төледі. Осы сияқты оқиға Үндістанда да орын алды. Үндістан билігі TikTok'ты Қытайдың қауіпсіз емес қосымшалары қатарына енгізді. Жалпы айтқанда, TikTok жаңаша ойлаудың апофеоздық клипі. Бұл сіздің назарыңызды бірден аударатын жарқын әуенді роликтердің шексіз тізбегі. 15 секунд және жоғары сырғытыңыз. 15 секунд және тағы да жоғары сырғытыңыз. Осылайша 1 сағатқа қарасаңыз, 1 сағат артық уақытыңыз жұмсалғаныңызды түсінесіз. Әлеуметтік желілерді сараптайтын сарапшылар TikTok'тың танымал болуы мынада деген шешімге келді. Барынша қарапайымдылық, мультимедиялық құрылғылардың әртүрлілігі, жақсы көңіл-күй сыйлайтын жеңіл ойын-сауық контенті және TikTok'та жұлдыз болуға әркімге мүмкіндік беру. Бұған қоса, кез келген тегін түрде қаралым жинай алады. Көптеген онлайн платформаларда қаралым саны тек тіркелгендерге ғана қолжетімді ғой. Мұнда үлкен аудиторияға әр видео көрсетіледі. Сондықтан да миллион қаралым мен 1000 лүпілді жаңа ғана тіркеліп, видеосын жариялаған қолданушы да ала алуы мүмкіндігі бар. Чан Имин өз жетістігі туралы көп айта бермейді. Оның тобы үздіксіз еңбек ету керек деп санайды ол. Ең қызықтысы, TikTok'тың құрушысы ұзақ уақыт бойы тек видеоларды қараумен болған. Бірақ арада біршама уақыт өткенде өзі де видео жаза бастайды. Біз барлық команданың мүшелері TikTok'та видео жүктеу керек деп шештік. Және бұл үшін лүпіл жинау керек. Егер лүпіл жеткіліксіз болса, қызметкер жерден көтеріліп, жаттығу жасайды. 2020 жылдың маусым айының ортасында Financial Times газеті Ақ үй TikTok'ты қара тізімге енгізуге мүмкіндік қарастырып жатыр деп жазады. Бұл ақш азаматтарының жеке мәліметтерін Қытайға жіберуінен сақтайды. Ал 2020 жылдың 3 маусымында ақштың бұрынғы президенті Дональд Трамп TikTok қосымшасы оны Microsoft немесе басқа америкалық компания сатып алмаса, Америкадағы өз жұмысын 2020 жылдың 15 қыркүйегінде тоқтатты деп жариялайды. 7 тамызында Сенат Конгресі TikTok қосымшасына тыйым салу туралы заң жобасын мақұлдады. Ал Дональд Трамп ByteDance компаниясының TikTok иесімен келісім жасауға жол бермеу туралы бұйрыққа қол қойды. TikTok'ты сатып алу туралы келіссөзді 2020 жылдың тамыз айында қытайлық ByteDance компаниясы мен Microsoft корпорациясы жүргізді.
Бірігу туралы алдын ала келіссөзді америкалық Twitter компаниясы да жүргізді. Ал Google'дың басшысы Сундар Пичай TikTok'ты сатып алу мүмкіндігінен бірден шығарып тастады. Бұл үлкен перспективаға жол ашқан жаңа егесі үшін жарқын сәт болды. TikTok'ты ақш, Канада, Австралия, Жаңа Зеландияда жүргізу үшін алдын ала келіссөз бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлейтін америкалық Oracle корпорациясымен болды. Бірақ Чан Именге ол үшін $30 миллиард қажет болды. Тіпті америкалық өкілдер бұл бағаны тым қымбат деп санаса да, біраз уақыттан кейін келісім бәрібір жасалды. Қыркүйектің 13 күні ByteDance компаниясы Microsoft'тан бас тартып, сатып алушы ретінде Walmart серіктес болған Oracle компаниясын таңдайды. Бақтың айтуы бойынша, Трамптың тағы да бір ресми емес шарты Oracle және Walmart компанияларына америкалық білім беру, қайырымдылық қорына $5 миллиард аудару болды. Бүгінгі күні TikTok'тың Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Мәскеу, Берлин, Дубай, Мумбай, Джакарта, Сеул және Токиода өкілдері бар. Ал қосымшаның өзінде 150 елден 1 миллиардтан аса қолданушы бар. Әсіресе Қытайда бұл қосымша өте танымал. Онда қолданатын 60% адам 25-44 жас арасында. Ал Қытайдан тыс 24 жастан асқан 43% қолданушы бар. Психологтар адам бір онлайн платформаны 2 жылдан аса қолдана алмайды. Ол уақыт өте келе әртүрлілікті қалап басқасына көшеді дейді. Орыс тілділерге келер болсақ, Одноклассники қосымшасы баяғыда өзінің танымалдылығын жоғалтқан. Ал ВКонтактеде қызығушылық тудырмайтын бір сарында контент жарияланды. Facebook әзірге өз ұстанымынан танбай отыр, бірақ оның да қолданушылары жайлап кетіп жатыр. Жалғыз ғана әлі де танымал болып отырған Instagram желісі. Мен бұл видеоны қарап отырғанның көпшілігі аталған сервисті пайдалы, әрі қызықты деп атамайды деп ойлаймын. Себебі, басты хейт TikTok мағынасыз затқа негізделген емес пе? Түсініксіз әуенге еліктеген 15 минуттық флешмоб және агрессивті сипаттағы жарнама. Әлем қайда барады? YouTube білім береді және көңіл көтереді. Twitter'да президенттер мен көшбасшылар қолданады. Instagram жұлдыздарға тиесілі. Бірақ достар, мұның барлығы да біздің өзімізді 20-25 жасымызда тым кәрі деп санап, үнемі көңіл көтеріп, 15 минут бойы тоқтаусыз күлетін жап-жас TikTok үшін ерсі болар деп бағалауымызда. Бірақ таң қалатын ештеңесі жоқ. Қазір заман сондай ғой. Негізін қалаушыға келер болсақ, қазір оның жағдайы $32 миллиард бағалануда. Ал компания 75 миллиард тұрады. Әлбетте, бұл сандық көрсеткіштер әр күн сайын өседі. Мысалы, сіз видеоны қарап отырғанда, ол бірнеше миллион долларға артып кетеді. Қысқасы, бұл интернет кәсіпорнының тарихы үлкен бір нәрсе жасау үшін көп ақшаны керек емес екенін көрсетеді. Ең алдымен иығыңызда басыңыз болып, оны қалай дұрыс жұмыс жасата білсеңіз болғаны. Достар, өздеріңіздің TikTokқа деген көзқарастарыңызды жаза кетіңіздер. Оның басталған тарихынан бастап. Достар, бүгінге осымен тәмам. Видеоны бағалап, комментарийге пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Және де подписаться løпілін басып, қазақ YouTube арнасын қолдай жүрейік.